5-ші бөлім бос уақыт және хобби. Тыңдалым мәтінінің тақырыбы қазақ зиялыларының бала кездегі хоббиі. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы бала кезінде қазақтың ауыз әдебиеті мен дәстүрлі әндерін тыңдап өскен. Халық өнеріне ерекше қызығушылық танытқан. Сондай-ақ бала Абай ауыл ақсақалдарының айтқан аңыздарын тыңдағанды жақсы көретін. Қазақ даласының әсем табиғаты бала Абайдың ой санасына ерекше әсер еткен. Оны табиғатқа арнаған өлеңдерінен де аңғарамыз. Сонымен қатар ол араб, парсы, шағатай тілдерін оқыған, домбыра тартып, ән айтуға қызыққан, мақал-мәтел жаңылтпаштарды жаттап өскен. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан бала күнінен зерттеуге, білімге құштар болған. 5 жасынан жыр жаттап, кітап оқуға қызыға бастаған. Шежіре мен аңыздарды жақсы көрген. Әлкейдің балалық шағы Баянауылдың әсем табиғатында өтті. Сондықтан ол табиғаттың сұлулығын тамашалап, әр тасына зер салып қараған. Бала Әлкей қазақтың музыкалық мұрасына, ән күйіне де қызыққан. Сондықтан домбыра шертуді үйреніп, халық әндерін нақышына келтіріп орындаған. Тапсырма: мәтінде қазақтың қай тұлғалары жайлы айтылған? Тұлғалардың бала күнгі хоббилері үлкен өмірлеріне қалай әсер етті? Екі тұлғаға ортақ қандай қызығушылықтары болған?